Есікті жауып ал. Ұйықтап қалмаңдар, Мақпан мен келем дегенше. Давай, пока. Достар, постоянно түнгі уақытта шығатын болдық қой. Аптекке шықтым. Мен енді Милана мен Мединаның ұйқысы келіп жатыр уже. Қазір ұйықтап қалып, масқара болып үйге кіре алмай тұрмайық. Қазір шығып. Аптека, потому что жақын жерде емес, ұзақта. Мен барып келем дегенше жарты сағаттан аса уақыт кетеді. Бару жарты сағат, қайту жарты сағат болып тұр ғой. Басқа жерлерде ашық аптека жоқ. Сол бір аптек бар, барып жүрген. Сол аптекке барып көрем енді. Достар, қарасаңыздар, кішкене қар жауған бізде Қызылордада. Но жолдың бәрі мұз, көк тайғақ, еще жел. Жылтырап тұр ғой, қарасаңыздар, мұзды. Еще тайғақ. Құлап қаласың ана жерден. Жел қатты болып жатыр. Бәрі тым-тырс. Далада ешкім жоқ. Магазиндерге дейін жабылып қалған ғой, қарасаңыздаршы. Мединаға жүр десем бармады. Түнгі 12-де жалғыз өзім далада жүру апасына. Да қараңыздар. Қорқып кеткенімдай мысық екен ғой. Жаным қалмапты. Уже судай қорқақпын мен ше. Домдардың ар жағында, мына домдардың кейін. Сол жақта бір не бар, аптека бар. Соған бара жатырмын. Достар, мен әлі кетіп жатырмын. Мына соң дом бар ғой, сол домнан кейін бір домда аптека бар. Соған бара жатырмын. Сіздер қай қаладансыздар? Бізді Қызылордадан көретін қолдаушыларымыз бар ма жоқ па? Комментке жаза кетіңіздер. Достар, сіздер де қорқақсыздар ма? Қорқақ келе жатырмын бір өзім. Домдардың арасымен жүрейін десем, свет жоқ, қап-қараңғы. Осындай сырт жағында көшелерде свет бар. Кішкене жарықтау. Сол жақпен келе жатырмын. Артта біреу деп келе жатса, я. Қашатын сияқтысың ғой деп. Мына жақ өте қорқынышты. Достар, кеп қалдым. Наконец-то. Шүкір. Қазір керекті дәрілерімді лейкопластырдан алып алсам, аман үшін үйге жетіп алайын. Келдім. Достар, мен шықтым. Бұл аптекте спирт жоқ екен. Лейкопластырдан алдым. Мына жерде бірінші аптекадан көреміз, спирт, мақта. Достар, мына екінші аптекке келдім. Құдай, хотя осы да болса екен. Бисмилля. Осы да бар деген ойдамыз. Наконец-то бар екен. Алып алдым. Енді бірдеңе қылып үйге жетіп алайық. Мама, келген жағыммен қайтайын. Мұштар көріңіздер ма? Арасы қорқынышты. Қараңғы. Адам білмеген қорқанды жүрді. Еркектер тұр. Ондай жоқтан қорқам. Так что осындай жарық көшелермен кете берейін деп жүремін. Қорқып жатырмын. Қорыққаннан бірінші қатып қалдым мен. Келдім. Наконец-то. Бұлар не ашпай жатыр. Қатып қалдым, достар. Неге ашпай жатыр? Тобыр.
Достар, алмай жатыр, мен кеттім. Магазинге барып, жылынып келем ғой деймін. Магазинге бара тұрам. Ужас, ата-ана жерде қат қалам. Неге ашпай жатыр бұлар? Достар, уже звонокты басып тұра бер, қат қалдым. Мына жақта бір магазин ашық тұрған, сол магазинге қайтадан кетіп жатыр. Соның ішіне барып кішкене жылынып, үйге жейтін анау ала салайыншы, қайтып бара жатырмын. Наушник тығып алып кино көріп жатыр ма? Медина мен Милана ұйықтап қалған шығар деп ойлап жатырмын мен де. Папамыз білмеймін, хотя папамыз ашса болады ғой. Или ол да үшеуі де ұйықтап қалған ба, білмеймін, мен түсінбеймін. Мен далада тоңып өзім асығып, қорқып мынандай суықта. Магазинге келе жатырмын. Артқа қайтадан қайтып жатырмын мына жаққа келген жағыма. Мына жерде бір магазин ашық тұр, сол магазинге кіріп, қазір үйге жейтін су, анау бірдеңелер ала салайыншы. Бұл магазинде жабылып жатыр. Ағай, ашыңызшы. Мама, жауып қойды, достар. Бір ашам екен. Жауып қойды. Достар, үлгермедім өкінішке орай. Жақтағы магазинге баруға ерініп жарылып тұрмын. Ана жақта басқа бір магазин бар, соны көреміз енді. Үй жаққа қайтадан кеп қалдым. Қарсыңыздар. Мына жердегі Нұрсұлтан деген магазин бар. Сол магазинге кірем. Үйдің алдындағы ашық болса екен. Сіздерге жейтін бірдеңелер алайыншы. Кішкене жылынып алмасам. Мама, прям үзіп қалдым. Осындай бір семечка алайын. Так, тағы қандай күшті келешкелер бар. Енді екі түрлі келешке ала салайын. Достар, затымды алдым. Кішкене жылып, кішкене жылынып, аралап жүрдім ішінде. Достар, енді қазір бар тағы да звонокты басып көремін. Алмаса, менің жағдайым не болады. Анша пакет затымды істеймін. Келдім подъезге. Білмеймін енді. Ашса болатын еді. Достар, тас қараңғы. Мен уже қатты қалдым. Алмайды бар. Достар, үйдің светі де тас өшік тұр. Бізде 5 этажда тұрамыз, қап қараңғы. Бұлар ұйықтап қалды ма, не қылды? Қазір тағы да бас көрейінші. Неге ашпай жатыр? Достар, соңғы рет бисмилля деп басайықшы. Не болып кетті өзі? Ана жерге бар, ұйықтайын ба, не істеймін? Неге ашпай жатсыңдар? Мен пакетіммен қап қалдым. Адамдар, біреуге осы жаққа кірсе болады не? Бейте, ашшы! Ашса болсай! Уф, наконец-то! Медина, ой, мен ашып тұру. Құқырмаған ғой бар. Достар, наконец-то кірдім. Тоңып екі бетім қып-қызыл болып. Енді мұна есікті ашса болғаны. Қазір тағы тұрмайық бір сағат. Медико, не ашпайсыңдар есікті? 2 сағаттан. Мұнау да ұйықтамаған ғой әлі. Медико, енді папаңмен бірге далаға шыққанда мен де сендерді кіргізбей қояйын ба? Сендерді жаурап, далада қатып, деп тұрасыңдар. Ой, қолғап көмектеспейді. Далада -50 градус суық.